Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 54-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз қайталау сабағы. Бірінші жаттығуын мәтінді түсініп оқы. Дән. Балапан есік алдынан жалғыз дән тауып алады. Ол өте қайырымды еді. Тапқанын бауырларымен бөлісе салатын. Дәнге қараған ол аз кем ойланды. Дән өте кішкене. Оны жеп алсам, қалғандары қайтеді. Одан да дәнді бір жерге апарып тығайын, тағы да дән іздейін, дейді ішінен. Балапан дәнді ауланың бір бұрышына көмді. Күз келді. Балапан жерге көмген дәннің өсіп тұрғанын көрді. Масағында көп дән бар екен. Бұған балапан қатты қуанды. Гүлбаршын Әзімбаева. Масақ дегеніміз бидайдың дәнді басы екен балалар. Бірінші сұрақтарға жауап берейік. Балапан не тауып алды? Балапан дән тауып алды. Ол дәнді не істеді? Ол дәнді бауырларымды жесін деп көміп тастады. Күзде дән қандай болып өсті? Дән үлкен болып өсті. Бұл мәтін өлең бе әлде ертегі ме? Бұл мәтін неге жатады? Ертегіге жатады. Жақсы балалар, келесі екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Бала мектептен келе жатты. Ол жолда кірпіні көрді. Бала оны үйіне әкелді. Оған сүт берді. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой, олардың байланысын тап дейді. Үшінші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті керекті сөзді қойып жаз. Біздің отанымыз Қазақстан, еліміз көркейе берсін, бейбітшілік жасасын. Сөйлемнің бірінші сөзін қандай әріптен бастап жаздың? Сөйлем соңына қандай тыныс белгісін қойдың? Сөйлемнің бірінші сөзін бас әріппен бастап жазамыз, Сөйлемнің соңына нүкте немесе леп белгісі қойылады екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға жазылып алыңдар.